Сәлем достар, мен сіздермен Excel'дегі қарапайым тәсілдер және формулалармен бөлісетін боламын. Бүгін соның бірі Excel'дегі кестеге қалай реттік номерді қоямыз. Бұл видеода екі жолын көрсетемін. Біріншісі қарапайым реттік номер қою, екіншісі нүкте арқылы реттік номер қою. Сонымен қарапайым реттік номер қоюдың бірінші жолы Excel'дің керек ячейкасына 1 деп жазамыз, және ячейканың оң жағынан бастап Ctrl батырмасын басып тұрып төмен қарай тартамыз. Міне реттік номер дайын. Екінші әдісі керек реттік номерді жазамыз. Мысалы 4 және 5-ші реттік номерлардан бастағымыз келсе, 4 және 5-ті біріктіріп ұстап, ячейканың оң жақ бұрышынан ұстап, астына қарай тартамыз. Міне осылай. Және тағы бір жолы бұл нүкте арқылы реттік номерді құру. Ол үшін бізге строка деген формула қажет. Формуланы жазатын жерді білеміз ғой. Мұнда жазамыз. Тең строка деген формуланы қолданамыз. Строка деген формуланы таңдасақ, бізде жақша автоматты түрде ашық тұрады. Бұл жақшаны жабуымыз керек. Жақшаның ішіне ешнәрсе жазбаймыз. Строка және жақшаны жабамыз. Минус 1 дейміз, және амперсант белгісін қоямыз. Амперсант белгісін қоямыз, және тырнақшаның ішіне нүктені жазуымыз керек. Яғни кавычка дейді ғой. Тырнақшаның ішіне нүктені жазамыз, Enter батырмасын басамыз. Және ячейканың оң жақ бұрышынан ұстап, соңына дейін тартамыз. Міне кестегі дайын. Сізге қай нұсқасы керек, сол нұсқаны өзіңізге пайдалансаңыз болады. Нүктесі жоқ және нүктесі бар нұсқасы. Алдағы видеоларда да пайдалы мәліметтер болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.